Құрметті жас достар, спортшылар, бүгін жастар үшін үлкен мереке күні. Еліміздің ең басты университетінде бүгін қазір алауды жағатын боламыз универсиаданың. Осы 4-5 күннің ішінде ол алау бүкіл Қазақстанды шарлап шығып, спортшыларымызға деген тілегін елдің қабыл аласыздар, арманын, ойын, сондықтан жеңіске жетуге ол көмегін тигізетін болады. Біз тұңғыш рет тәуелсіздік жылдарының ішінде жеткен жетістігіміздің бірегейі. Бұндай дүниежүзілік доданы біз еш уақытта Қазақстанда өткізіп көргеніміз жоқ. 57 елдің спортшылары келетін болады. 170 мемлекеттің сайлауыменен біз ұтып алдық осы кезде. Бұл біріншіден біздің еліміз үшін үлкен абырой. Қазақстанды дүниеге тағы да паш етеміз, мыңдаған журналистер болады. Екіншіден жастарды спортқа баулайды. Үшіншіден салған спорт кешендерінің барлығы болашақтағы еліміздің спортшыларына қызмет етеді. Біздің 168 мүшесі бар командамыз алға жүріп, бәрімізді қуантады деп сенемін. Сендерге шын жүрегімнен зор табыс тілеймін. Сіздерге деген жақсылық әр уақытта өркендеріңізді өсіре беретін болсын. Зажигаю. Көк байрағы биіктей берсін.